нұсқауларды жеткізді. Және де Мирас Шантасов пен Ваид Магомадов арасындағы жекпе-жегіміз басталуға жақын. Екі жауынгердің енді бізге сөзсіз тартыстары қызықты жекпе-жек көрсететіні айдан анық, өйткені бітімді жауырындары қақпақтай ірі денелі жауынгерлер, соққылары да зілді салмақты. Магомадов қазір теңселе жүріп, алға артқа қимылдап, осындай алдамшы әдістерімен өзінің қаштығын өлшеуде аяққа ұмтылыс жасады Магомадов. Ал Шантасовтың соққысы қазір тамаша, міне. Магомадовтың жақтысынан дәл тиген болатын. Мирастың ұмтылысы өте жақсы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері деп айттық. Бұл азамат Панкратионнан. Енді міне, алдыңғы қолының ұзындығын өте тамаша пайдалануда Мирас. Өзінің қаштығында тапқан сыңайлы. Магомадов көбінесе осындай бір қитұрқы әрекеттерге бару арқылы, алдамшы әрекетті көбірек жасап, аяққа өтіп кетуге әлсін-әлсін талпынуда. Магомадовтың аяқпен жасаған соққысы жоқ. Мирастың дәл джеб соққысын көрдік, жауап қатқан. Мирас енді қолын түсіріп тастап, емін-еркін қимылдауда. 34 жаста болса да, өзінен жас қарсыласын біраз тексеріп көруге үштей үлкен бір дайындықпен шыққан сыңайлы. Лоу-кик. Магомадов енді аяқпен соққы жасауды жиілете бастады. Да, внутренний, внешний от Магомадова активен, но при этом очень много сумбура в действиях пока бойца. Мирас күліп жүрген сыңайлы. Мен соны түсінбей жатқаным, бұл әлде өзі... Опять же, простой возвращение в октагон, и мне кажется, просто Шантасов получает удовольствие, пропускает, сам начинает охоту, нет, колено летит мимо. Сағынып қалған сыңайлы. Мирас Шантасов 8 бұрышта. Но если ты получаешь удовольствие от боев, тем более выступаешь дома, после десятилетнего практически простоя, да, так, собственно, и должно происходить. Шантасов в центре, с таким амплитудным оверхендом идет Магомадов. Возникло покраснение у него в районе височной области. Сложно пока сказать, но мне кажется, в целом активнее Магомадов в рамках первой пятиминутки. И все же 2,5 минуты впереди. Натыкается на встречные удары Магомадов. Шантасов хорошо контрит и очень он уверен в своем футворке. Очень уверен в том, что ему удастся уйти от ударов соперника. Мирастың жағына қарымта соққысы Магомадовтың иек астынан дәл тиген болатын. Ал енді Ваидтың осындай, жаңа көрдіңіздер, құлаштай оң қолын алға соза тастап, құлаштай соғатын соққылар қауіпті болса, міне аяққа ұмтылыс. Мирас Шантасов. Это не опасно, это не опасно. Қолын істен шығарды енді. Магомадовтың тіпті қолын құлыптауға да шамасы келмеуде, өйткені физикалық тұрғыда Шантасов оған қарағанда мығымдау сыңайлы. Да, есть такое ощущение, плюс лэг-лок все-таки от Шантасова, от Магомадова, он в одну ногу идет. И кажется, что Мирас очень грамотно защищается, плюс стаскивает голову, не дает возможности перехватиться сопернику, там, оформить боди-лок или просто стянуть себя, заряжает локоть в корпус. Магомадов теснит соперника, зажимает его у сетки, выгрызает пространство. Хорошо расставляется сейчас Шантасов, не дает возможности себя заблокировать вот в этой ситуации. Опять. Магомадовтың шындығында, сүздеген өгіз сияқты алға ентелей ұмтылып, әлсін Мирастың аяғына жармасқанын көрдік. Бірақ әзірге бұл әрекеттері сәтсіздеу шығуда. Мирас Шантасов керісінше қарсыласының осындай ұмтылыстарына тосқауыл жасағаннан кейін мінекей тағы да Мирастың оң қолы нысанасын дәл тапты. Магомадов мандыта шабуыл жасауға құлшыны бар жүр, бірақ енді Мирастың миығынан күліп қана қарсы алып жатқандығын көрудеміз. Сонымен қатар еркін қимылдауда Шантасов. Соққыдан жасқанбайды, тіпті қауіпті соққы болады дейтін қашықтыққа өзі бірінші жақындай келіп, одан кейін осы алдыңғы қолды іске қосып, одан кейін оң қолды екі соққыны алма кезек жұмсауда, екі жұдырықты.
Ну, Өте бір қызықты айқас да, көрудеміз. явно первым номером теперь О, пошел Шантасов. мінекей! Слева попал! И пробивает. Остается 10 Шантасов! секунд. Мощнейший сам. Және! Отлетает голова Магомадова. Рефери, кажется, просто боится вмешиваться в эту ситуацию. Опять же, взрыва на финальные 10 секунд первого раунда. Возможно, опять же. Магомадов против Шантасова. Очень конкурентный бой. Екі жауынгердің жалпы айқас салу өрнегі әрқилы, төбелесу мәнері бір-біріне мүлде ұқсамайды. Және жекпе-жектің қызықты болуы да осында. Мысалы, Магомадов құлаштай соғып, алға өршелене ұмтылып, көбінесе осындай жойқын бір соққыға иек артатын болса, Мирас Шантасов керісінше, нағыз бір классикалық төбелес мәнерін таңдаған. Бір емес бірнеше соққыдан тұратын комбинация. Одан бөлек екі қолды алма кезек әрі тең жұмсай біледі. Міне Магомадовтың тағы да осындай жалғыз жарым соққылары, құлаштай соқты, тағы да Ваид. Жоқ! Бұл жерде Шантасовқа қанша дегенмен де қазір біраз күшін сарқып алды. Енді Магомадов жаңа ғана қарсыласты құлатқандай болып көрініп еді, енді өзі партерге амал жоқ, жүгінуге мәжбүр. Шантасов енді қарсыластың осы алдығын жақсы пайдаланатын болса, шынтағымен де жаңа бірнеше қауіпті соққыны көрді, және де шегелей соғып айқасты уақытынан бұрын аяқтап тастағысы келді ме? Тұруға мүмкіндік алды Магомадов. Енді құлаштай соққан сәт Магомадовтың бұл соққысы әйтеуір жетті оны санасына. Тағы да Магомадов енді ашыла түсті. Шантасов. Міне! Тағы да Мирастың оң қолы. Ваидтың жақтысын дәл тапты, алма кезек соққы. Алыптардың айқасының да қызығы осында, тіземен Шантасов түйіндеді бір шабуылды. Магомадов дегенмен жақсы позицияға иелігеді қазір. Енді мынау шынтағымен жақсы соққы жасауға мүмкіндік бар. Магомадовтың танауынан қан кеткен сыңайлы. Ақырын қазір Ваид енді осы қолына ұрту тәсілін жасауға кірісті Магомадов. Қарсыластың және де бұған Мирас мүмкіндік береді ме жоқ па? Әзірге Мирастың екінші қолы өз жұмысын дұрыс атқаруда. Қорғаныс сауатты. Магомадов енді шынтақпен соққы жасауға кірісті. Тамаша, кеудесіне қонған қарсыласты Мирас Шантасов. Еш қиындықсыз аударып тастап енді позицияны өзіне қарай оңтайлап алған сәт енді. Треугольник, возможно, от тәсіл Магомадова. жоқ. Вначале на Кимуру, теперь еще одна попытка. Шантасов. Енді Транзишн, он Мирас пробивает үшін в жақсы корпус, мүмкіндік қазір. меняет позицию Магомадов. Жалпы За спиной соққылар. оказывается Мирас Шантасов. Пошли тамаша хаммерфисты. жекпе-жек. Міне толқанды кеудесіне қонды. Мирас Шантасов енді шынтақпен әлсін соғуда. Онымен қатар енді қылқындыру әдісіне жол ашып көреді ме? Жоқ. Басын бұққан Магомадов жауапсыз соққылар Это битва характеров. қабылдауда. Және 1-2 айқас. Жеңіске жеткен алаңнан қызыл бұршақ Мирас Шантасов.